Сәлем құрметті көрермен. Қазір көп адам шайды сусын ретінде емес, дәрумен сияқты көреді. Бірақ сіз күнде ішіп жүрген шайдың денсаулыққа қалай әсер ететінін білесіз бе? Бүгін 5 зиянды және 5 пайдалы шай туралы толық айтып беремін. Кейбірі сіз ойламаған болып шығуы мүмкін. Соңына дейін қарап, пайдалы кеңесті өткізіп алмаңыз. 5 зиянды шай. Біріншісі қою қара шай. Құрамында кофеин көп. Қан қысымын көтеріп, ұйқысыздық тудырады. Адамдардың көпшілігі шайды қою қылып ішеді. Бұл бүйрекке жүк түсіреді. Екіншісі ароматизаланған шайлар. Жасанды иістер мен дәмдеуіштер қосылған. Кейбіреуі аллергия тудыруы мүмкін. Үшіншісі тым көп мөлшердегі көк шай. Иә, көк шай пайдалы, бірақ шамадан тыс ішсе асқазан қышқылын арттырады. Бас ауруы мен жүйке жүйесіне кері әсер етеді. Төртіншісі гүлді шайлар. Мысалы, жалған түймедақ немесе роза шайы табиғи емес, нұсқалары химикатпен өңделген болып келеді. Бесіншісі бөтелкедегі салқын шайлар. Дайын дүкендік шайларда қант мөлшері өте жоғары. Бір бөтелкеде 5-6 шай қасық қант бар. 5 пайдалы шай. Біріншісі қалақай шайы. Қандағы токсиндерді шығарады. Қабынуға қарсы әсер етеді. Әйел адамдар үшін де, ер адамдар үшін де пайдалы. Екіншісі зімбір шайы. Суық тигенде жақсы көмектеседі. Ас қорытуға пайдалы. Қан айналымын жақсартады. Үшіншісі лаванда мен мелисса шайы. Жүйке жүйесін тыныштандыратын әсер береді. Ұйқысыздыққа қарсы. Төртіншісі итмұрын шайы. Иммунитетті күшейтеді. С дәруменіне өте бай. Бесіншісі қызыл жоңышқа шайы. Әйел ағзасына гормондық теңгерімді сақтауға көмектеседі. Зерттеулер оның қатерлі ісікке қарсы әсері бар екенін көрсеткен. Шайды таңдағанда ойланып барып ішетін болдыңыз ба? Қай шайды ең жиі ішесіз? Комментарийға жаза кетіңіз. Егер осындай пайдалы ақпарат білгіңіз келсе, парақшама жазылып, қолдау білдіріп, лайк басып кетіңіздер.